Қайран бөкен. Марқұм Болат Бопайлының азалы күніне. Қадырқан Қайзатұлы. Дүние арман ба екен, жалған ба екен? Не дүлдүл санлақтардан қалған мекен? Өзіңді бұраң жолмен бұрлықтырған тірлікке қош айттың ба? Қайран бөкен. Қадірлі арысымай, ардақтымай, жоқтау жазам детпедім зарлап бұлай. Мың батпан, мейқынаттың ауыр жүгін, қан кетпей сүйреп өткен салмақтымай. Еліңді тұрсын қалай еңіретпей, жүректің шемен болған шері көп қой. Бір сәтке арқаң босап аунап алмай, аттандың тоқымыңның тері кеппей. Алатау, арқа, алакөл бәрі мұңлы, қазаңа күллі қазақ қамы құлы. Бір ғұмыр қалқың үшін қалжырадың, кеш бөке біл алмасақ қадіріңді. Бағалау артық емес әр тұсыңды, арманың нағыз ердің арқысынды. Тойлауға топалан дерт жол бермеді, 60 том, ақылман жас 60-ыңда. Жазған соң маңдайыңа шыр еткенде, салады мен бір дүние мың өткелге. Бар жүгін ошарлы жан, ордалы үйдің, сүйредің мойныңмен де, жүрекпен де. Біз өте береміз ғой көппен бірге, салауат өзіңмен бір өткен күнге. Басыңа сонша білім берген тәңір, жаныңа қимапты ғой 80-ді де. Тау асып, тас батырып табаныңа, өтедің қарызыңды қазағыңа. Бақыл бол, қадірлесім қайрен бөке, көз салып сағынармыз бараныңа. Бір туар азамат ең қасырдағы, дос түгіл мойындайтын қасыңдағы. Күңіреніп көркешемде дұға оқысам, аруағың сезер мекен бақидағы. Ер түгіл тағдыр жетсе емен сынар, жан едің көгін алмай өлең сұрар. Өмірде қиындыққа көп салып ем, өлімде қинамайын деген шығар. Өмірде қиындыққа көп салып ем, өлімде қинамайын деген шығар. 2025 жылы 19 наурыз Астанада. Оқыған Шекер Қадылбекқызы.